Бұл видео үндеу Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаттары Дәулет Мұқаев, Мақсат Толықбай және Ринат Зайытов мырзаларға. Кореяда өмір сүріп жатқан азаматтарымыздың Кореяда өмір сүру барысында құқықтарының толық қорғалмауын, ауырып қалған жағдайда медициналық сақтандырудың жоқтығынан аурухана шығындарының көптігін және Қазақстан азаматтарының Корея көші-қон полициясынан тығылмай, емін-еркін өмір сүрсе екен деген мақсатты негізге алып отырып сіздерге өтініш жібереміз. Корея Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы екі ел аралық жұмыс келісімшарт мәселесін парламенттік деңгейде көтеріп, Қазақстан азаматтарының Кореяда заңды ресми түрде жұмыс жасау мәселесін шешіп берсеңіздер. Қазақта ауруын жасырған ажал сөйлет деген сөз бар. Өзге елдің алдында абыройымыз түссе де, Кореяға келіп жұмыс жасап жатқан әрбір қазақстандық өзінің тұрмыстық жағдайын жақсартып алмақ. Әлемдік аренадағы абыройымызға емес, азаматтарымыздың әл-ауқатына басымдық жасасаңыздар екен. Жария түрде жасалған видео үндеуге жария түрде жауап қайтарады деген үміттеміз. Ізгі тілекпен Кореядағы Қазақ Альянс қазақ қауымдастығының мүшесі Нұрсерік Жекей.